Ассалаумағалейкум, ардақты телекөрермендер. Эфирде дін мен дәстүр бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі талқыға салынар тақырыбы діни профилактикадағы теологиялық оңалту жұмысындағы діни дәстүрлі құндылықтардың мән мағынасы жайында болмақ. Аталмыш тақырыпты бізге ашып айқындап беруге Қарағанды облысының конфессияаралық қарым-қатынастарының проблемаларын зерттеу және талдау орталығының теолог инспектор маманы Бектұров Нұржан Ерболатұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Жалпы деструктивті жалған діни ағымдардың біздің бір ізгілігімізге қандай кері әсері бар? Қазіргі таңдағы ең ахуалды жағдайлардың бірі осы деструктивті діни ағымдардың біздің ұлттық санамызға және ұлттық бірізділігімізге әсер ететін үлкен қаупі бар және ахуалы бар. Осы мәселеде айта кететін нәрсе, ең бірінші біз Құранға көз жүгіртетін болсақ, бұл жерде ей адамдар, яғни сендерді еркек пен әйел қылып, және де ұлт-ұлтқа бөліп, ру-руға бөлдік дейді. Яғни бұл жердегі мәселе, бұл мақтану мақсатында емес, біздің бірлікке ұмтылуымыз, бір-бірімізбен ұлттардың, рулардың танысу мақсатында. Яғни бұл жерде де біз қарайтын болсақ, үлкен бір хикмет бар. Яғни қандай хикмет дейтін болсақ, ру-руға бөліну, ұлт-ұлтқа бөлінудің себебі, бұл жерде егерде адам өзінің ұлтын, руын қайдан шыққанын білетін болса, өзінің рулық сана сезімі болатын болса, ол қалған басқа да жерлерде ұлтының, руының жақсы жақтан айтылуын, яғни жақсы жақтан көрсеткісі келеді. Сол себепті ол өзінің тұрысын, сөзін жөндей бастайды, және де білімге де құлшынысы артады. Осы себептен біз егерде дінмен сабақтастыратын болсақ, бұл жерде исламнан келген ихсан, яғни ихсан ахлақ мораль, көркем мінезден туындап жатқанын көруімізге болады, яғни ұлт-ұлтпен руға бөлініп, бірлік түзілуі. Және де осы деструктивті діни ағымдардың бізге өте бір үлкен қаупі бар. Себебі неге? Олар қалыптасқан дәстүрлі емес діни көзқарастармен, догмаларымен, олар қазіргі таңдағы біздің әлеуметімізге үлкен қауіп төндіреді. Себебі олар бұрыннан қалыптасқан осы өмір сүру салты, оларды жоққа шығарып, ата-анасымен, әкесімен, достарымен, яғни қасында қоршаған адамдармен алшақтай бастайды. Солардың алшақтай бастағанына себепті олар бір былайша айтқанда бүлік шығарады қауым ортасында, қауымды екі ара өз-өзінен бір-бірінен тату халықты бөліп, ұлттық сана сезім, яғни ұлттық түсінікті жойып жіберуі мүмкін. Жалпы бізге ұлттық құндылықтарымыз, сонау діни құндылықтарымыз жалпы біздің сонау 7-ші ғасырдан бастап, кейбір ғалымдар 8-ші ғасырдан бастап сол ислами діни құндылықтармен бірге келді деп жатады. Жалпы бізге ислам діні қандай бағытта, қандай себептермен келген болатын? Осыны білу үшін біз ең бірінші тарих беттеріне көз жүгіртеміз. Яғни тарих беттерінен қарайтын болсақ, сонау 8-ші ғасырларда, яғни сол замандағы түрік жерлерін мекендеген шығыс түрік қағанаты 751 жыл болған Атлақ шайқасымен байланыстыруға болады. Себебі неге? 751 жылдары Тан империясы сол кезде өте қатты түрік мемлекеттеріне қысым көрсетеді, және сол кездегі араб мұсылмандардың иеліктеріне, былайша айтқанда, қауіп төндіре бастайды. Сол кезде арабтар, яғни Тан империясының әскерімен соғысқанда, біздің ата-бабаларымыз, яғни түріктер, араб мұсылмандар жағын таңдап, солармен бірге күрес жүргізеді. Осы себептен Тан империясының әлсіреуіне байланысты, былайша айтқанда, исламның түрік мемлекетіне жайылуы сол кезден басталады. Яғни қазіргі таңда айтылып жүрген Қазақстанға ислам 90 жылдары және 2000 жылдары келді деген сөзге осы тарихи аспектіден қараған дұрыс. Жалпы біздің тарихи діни құндылықтарымыз қалай қалыптаса бастады? Осы мәселеде жаңағы исламның қазақ жеріне келуіне, ары қарай жалғасуына және біздегі ханафи бағытының құрылуына өте үлкен мәні бар, яғни үлесі бар. Енді осы дәстүрлі деп жүрген біздің діни құндылықтарымыз қалай қалыптасты? Осы аспектіден қарайтын болсақ, оның түсіндіру жолдарының өздерін бірнеше этапқа бөліп қарастыруға болады. Яғни, араб түбегінде пайда болған осы ислам діні сол заманда, яғни белгілі туындаған сұрақтарға байланысты сахабаларымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға жүгінетін. Яғни бір үкімнің шешімін сол арқылы табатын. Бірақ кейіннен ардақты пайғамбарымыз өмірден озғаннан кейін қандай жағдай туындайды? Яғни жаңадан шыққан сауалдарға бір белгілі бір үкімдер шығару керек болды. Сол кезде, осы кезде байқайтымыз екі методологиялық мектеп пайда болады. Яғни біреуі ахлу рай және ахлу хадис деген. Оларды дұрыстап түсіндіретін болсақ, ахлу рай дегеніміз, яғни нақылды
яғни настарды, Құран мен сүннетті және ақылды ала отырып, екеуін сабақтастыра отырып үкімдер шығару. Ақыл хадис дегеніміз тек нақылға ғана көбінесе мән береді, яғни Құран мен хадис беттерінен ғана. Осы этапта мұсылмандар яғни көптеген жерлерді жаулай бастады, исламның таралуы кеңетек жайды. Сол кездегі жауланып алған мемлекеттердің жаңа дәстүрлерімен таныса бастады, олардың әртүрлі ой көзқарастарымен танысты. Жаңадан былайша айтқанда үлкен сұрақтар туындады алдында. Осы мәселеде осы жаңағы ақыл хадис пен ақыл рай пайда болады. Себебі неге олар жаулаған жерлеріне бұрынғы пұтқа табынушылықты идеологиясын және ондай діндердің барлығын жояды. Онымен бірге жаңағы қалыптасқан жердегі мәдениет пен дәстүрде былайша айтқанда оларды ысырып басқа жаққа кетеді. Сол кезде араб мұсылмандар, яғни сол жергілікті халыққа жаңадан бір мәдениет қалыптастыру керек болады. Осы себепті олар дінді қалай жеткіземіз деген сұрақ туындайды алдарында. Осы мәселеде жаңағы сияқты методологиялар шығады. Яғни бірізділік пайда болады оқу мақсатында. Бірақ та бұл жерде қарайтын болсақ, яғни біздің діни құндылықтарымыз осы көбінесе ақыл рай мектебі арқылы қалыптасты. Себебі неге? Абу Ханифаның заманында жаңағы сияқты хадистардың көптеген өтірік хадистардың шығып кету жайттары пайда болды. Жалпы жеке тұлға Құран мен немесе пайғамбарымыздың хадистерін өзі жекелей оқып алып, өзіңше ой беріп пікір айтуға бола ма? Бұл жерде де ең бірінші түсінетін жайтымыз, яғни адам баласы бірдеңкеге үкім шығарарда, яғни пайымдау, ой тұжырым жасау мақсатында ол нәрсенің қайдан шыққанын, неден шыққанын біліп алу керек. Бұл жерде де, яғни Құран мен хадисті оқып алып, үкім шығаруға болмайды. Себебі неге? Біз оны білуіміз үшін, яғни Құранның түсу себеп салдарын білу керекпіз. Оның меккелік және мединалыққа бөлінетінін, насық және мансұх, яғни үкімі жойылған, үкімін жоюшы аяттарын бар болатынын, соны біле отырып, үкім шығаруда мүжтахид дәрежесіне жету керек. Яғни мүжтахид ғалым дегеніміз кім? Яғни ол Құранды толығымен жатқа білетін, Құранды жаңағы түсу себептерімен білетін адам, және хадистің де қалай келгенін, оның былайша айтқанда тізбегін барлығын жатқа білетін адамдар. Осындай білім иелері бола отыра ғана осындай үкімдер шығаруға болады. Ал ондай ілім дәрежесіне жетпесе, дәл сондай ілім дәрежесіне жеткен адамдарға жүгінуге болады. Иә, бұл жайлы Құранда айтылып кетеді, яғни бірдеңке білгілерің келсе, яғни білім иелеріне жүгініңдер дейді, білім иелерінен сұраңдар дейді. Сол себепті осындай білім иелері бізге тастап кеткен үкімдермен, былайша айтқанда ілімдерін оқитын болсақ қана біз тура жолда жүре аламыз. Жалпы дін мен салт дәстүрді қалай ұштастыруға, байланыстыруға болады? Иә, осы станда да жаңа айта кеткендей діни құндылықтарымыздың құрылуы жайлы айттық, және оның көбінесе біздің дәстүрлі діни құндылықтарымыз ақыл рай мектебінің аясында құрылғандығы жайлы айттым. Осы себепті де ислам мен енді салт дәстүрді сабақтастыру. Жаңағы қазақ мемлекетіне исламның келуі де ол тарихи аспектіден қарасақ та дұрыс. Былайша айтқанда қазақ қазақтығын білу үшін не істейді? Ол ең бірінші мәдениетін және өзінің қазақ тарихын зерттейді. Тура солайынан да мұсылман адам өзінің мұсылмандығын білу үшін ислам тарихына көз жүгіртеді. Яғни исламның қалай келгеніне, қалай орныққанына көз жүгіртеді. Енді осы аспектіде екеуін сабақтастыру үшін осы екі нәрсені ұлттың қалыптасуын және мұсылмандықтың қалыптасуын екеуін сабақтастырып қосып қарауымыз керек. Қай уақытта екеуінің бірге ұштасқанын, не үшін ұштасқанын. Осы себепті ұштасуының басты салдарын қарайтын болсақ, жаңағы Абу Ханифаның, яғни сөзі бар, яғни мен үкім шығарарда ең бірінші Құранға қараймын, Құран аяттарынан таппасам хадистен қараймын, хадистен таппасам сахабалардың сөзінен таппасам мен ең бірінші салт дәстүрге қараймын дейді. Яғни бұл жерде тағы да Абу Ханифаның ұстазы болған, яғни ол кісі де айтады, нақыл райсыз, рай ақылсыз болмайды дейді. Яғни Құран бізге сүннетке орын қалдырып кеткен, сүннет болса ақылға орын қалдырып кеткен. Осының бәрін сабақтастыра отырып, біз салт дәстүрімізбен жаңағы исламның біздің ұлттық салт дәстүрімізді және исламды сабақтастыра аламыз. Бұл жерде неге деген сұрақ туындайды тағы да. Осы себептен қарайтын болсақ, жаңағы Жалаладдин Руми деген кезінде Мевлана, яғни бір атақты сопы болған ақын, соның бір керемет келтірген мысалы бар. Яғни бір қараңғы бөлмеге пілді қойып қояды екен де, сол бөлмеге кісілерді кіргізіп алдарында не тұрғанын айтуын сұрайды. Сол жерде пілдің мұрнын ұстап тұрған адам алдындағы үлкен құбыр тұрғанын айтады,
пілдің аяғын ұстап тұрған адам қасында алдында үлкен бөрене тұрғанын айтады. Ал пілдің яғни жанынан ұстап тұрған адам оның үлкен тақта ұстап тұрғанын айтады. Сол кезде алдарына жарық түсіріп, алдарында не тұрғанын көрсетсе, бұл жерде пілдің тұрған, яғни мүлдем жаңағы айтқандарын адамдардың айтқанымен сәйкеспейтін нәрсені көреді. Сол кезде айтады, егер де адамдардың алдарында майшам болғанда, жарық болғанда, олар жаңағы сияқты қате пікірге бір-бірімен әртүрлі пікірде болмаушы еді дейді. Яғни бұл жерде біздің түсінетін қандай мән мағына түсінуімізге болады. Адам егер де бір нәрсенің үкімін шығару үшін, мысалға бір болған жағдайға, оған тек бір жақты ғана емес, оған философиялық жағынан да, астрономиялық жағынан да, ғылыми жағынан да, салт дәстүрді үлкен ғылым ретінде алып қарап, осы жақтардың барлығынан қарай отырып, яғни ситуацияның жоғарыдан қарап, ортақ бір шешімге келуі. Өзіміздің қазақ атамыз да айтады, яғни көштің алды болма, көз тиеді, арты болма, сөз тиеді, ортасында жүр дейді. Тура солайынан біздің дінімізде де солайынан, яғни орта жолды ұстаныңдар деп келген. Осыған байланысты әртүрлі ғалымдарды, ғылымдарын сөздерінен ілесе отырып, осы салт дәстүрімізді меңгере қарап отырып, біз исламға қарайтын болсақ, біз тура жолда жүреміз. Жаңағыдай салт дәстүрлер, біздің салт дәстүрлеріміздің қалыптасуы осы өзі исламнан шығып жатыр. Көптеген ғалымдарымыздың, ойшылдарымыздың, ақын жазушыларымыздың біз жазып кеткен, былайша айтқанда, шығармаларына, өлең жолдарына қарайтын болсақ, олардың барлығынан исламның, иманның бізге дәріптелуін, соның ішінде Ханафи мазхабының өрнектерін табуға болады. Тіпті Абай Құнанбаев атамыздың қара сөздеріне қарайтын болсақ, оның барлық қара сөздерінде, яғни осы Матруди ақидасындағы сенім дәріптеледі. Соның былайша айтқанда 38-ші сөзін қарайтын болсақ, мысалға, бұл жерде де шектеу, адамның ақылын шектеулі деп, жаратушыны шексіз деп келіп, шексіз нәрсені шектеулі нәрсемен пайымдауға болмайтынын, Аллах тағаланың барлық сипаттары жайылында бізге ашық қылып, толық жүргізіп береді. Және де Абайдың сөздерінен қарайтын болсақ, ләмәкан деген сөзді көрсек болады. Бұл да, яғни Алланың мекенсіз екенін білдіреді. Бұл Матруди ақидасының, яғни Ханафи мазхабынан өтіп бізге келіп отырған дәстүрлі салт дәстүрмен бірге бірігіп отырған сенім, яғни біздің ұстанып жүрген дәстүрлі сенімдеріміз деп айтсақ та келеді. Және де қазіргі таңда осы салт дәстүрлердің Абу Ханифа, яғни имам Абу Ханифа қалай істеді? Бізге ол салт дәстүрлердің шариғатқа қарсы келмейтін болса, яғни ақылдық, логикалық бір пайымдауға, ой тұжырым жасауға болатын болса, онда яғни ол салт дәстүрлерді ұстануға және ары қарай олардан ілім тәрбие алуға болатынын көрсетті. Яғни қазіргі таңда тағы да көретін ең бірінші сұрақтардың бірі, даудамай тудыратын сұрақтардың бірі әруақ мәселесі. Әруақ мәселесіне келетін болсақ, біздің қазақ бабаларымызда әруақ культі болған. Мысалға, жауға шапқанда да әруақ деп айқайлап жауға шабатын. Бұл кезіндегі 7-ші ғасырларда болған араб мемлекетіндегі менің аруағым мықтырақ, менің аруағым күштірек деп мақтану дезинтеграцияға ұшырату емес, керісінше қазақтағы аруақ культі ол интеграция қызметін атқарады. Яғни біріктіруші күш. Яғни аруақты кезінде аруақ деп шапқылаған қазақтың барлығы атқа қонып бірлікте болған. Осы әруақ мәселесіне тағы да мазар культі туындайды. Яғни мазар культіне зиярат жасау және Құран бағыштау мәселесінде. Көп бауырларымыз, яғни Құран тірі адамдарға ғана түскен, өлі адамдарға Құран оқуға болмайды, Құран бағыштауға болмайды, яғни мазарға баруға болмайды деген сияқты сұрақтар туғызуда. Бұл мәселеде ол салт дәстүрді қарайтын болсақ, ол да исламнан шығып отырған салт дәстүрлердің бірі. Себебі неге? Исламды қарайтын болсақ, рухты, әруақты ешқашанда, былайша айтқанда, жаңағы адамдар сияқты мойындамайтын бір жерлері жоқ. Яғни біз Құран бойынша да әруақтың бар екенін мойындаймыз. Және де егер де біз Құранның аяттарын тек тірі адамдарға ғана арналды дейтін болсақ, біз бұл жерде Аллах тағаланың сипаттарына өзіміз білмей шүбә келтіре бастаймыз. Мысалға, Камил сипатына, Құдірет сипатына, Әл-Қадыр есімдеріне бұл жерде үлкен бір өзіміз білместен шүбә келтіріп қоямыз. Сол себепті Құран ол ақыретке дейін жалғасатын, яғни тірі адамдарға, өлі адамдарға, жаралыстың барлығына түсірілген бұл Аллах тағаланың сөздері. Құранды оқу бір жағынан
сауапты екені бәрімізге белгілі, және де сол сауапты біздің өлі адамдарға да бағыштауымызға болатыны осы хадистерден де білуімізге болады. Себебі неге? Егер де хадистерден қарайтын болсақ, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға бір қыз келіп өзінің әкесінің денсаулық жағдайына байланысты қажылыққа бара алмайтынын жеткізеді. Сол себепті ол қажылықты өзіне өтеп сауабын әкесіне бағыштауға болатынын сұрайды. Бола ма деген. Сол кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтады: егер де дүниелік қарыз болатын болса, сен әкең орнына оны өтейсің ба дейді. Ол иә дейді. Онда қажылық мәселесі де бұл жерде солай, ол сауапты кейін сен өз әкеңе бағыштасаң болады. Осындай сабақтастықты қарай отырып біз өлілерге де Құран бағыштауымызға болатынын ескерсек болады. Тағы да және де бір хадистерге қарайтын болсақ, бізге айтады, яғни адамның бұл өмірде үш нәрсесі тоқтамайды. Бұл өмірде жасап кеткен үздіксіз садақасы, артынан қалдырған, яғни пайда беретін ілімі, және артынан қалған Құран оқитын баласы дейді. Яғни бұл жерде де қарайтын болсақ, осы дүниеде қалдырған садақасы қалай жүреді? Мысалға бір адам тал егетін болса, ол тал егіп жемісін беретін болса, ол жеміспен адамдар келіп қоректенетін болса, немесе күннің ыстығында ол талдың көлеңкесіне келіп бір адам отырып өзінің демін басатын болса, оның барлығы сауапты іс. Ол сауапты іс адамның өлі болса да оған жүріп отырады. Тура сол сияқты бұл жерде де Құран аяттарда. Осы екі мысал арқылы және көптеген салт дәстүрлеріміздің исламмен сабақтасатынын байқауға болады. Осы мәселеде тағы да туындайтын жайт, неге жаңағы сияқты деструктивті діни ағымдар Құранды талқылайтын болса, олардікі дұрыс, ал қазақ талқылайтын, түсіндіретін болса, неге біздікін дұрыс емес деп санайды? Осы мәселе. Барлық туындайтын сұрақтардың барлығы осы негізінде Құран мен сүннетті түсіндіру аясынан шығып жатқан жайттар. Жалпы жоғарыда айтып өткен сөздеріңізге бір түйін алып қарайтын болсақ, өзіміздің дінімізді білу үшін тек қана діни кітаптар ғана емес, біздің қазақ әдебиетшіл, біздің қазақ ата-бабаларымыздың ағартушыларымыздың кітабын оқысақ та жеткілікті болады. Және де біздің ата-бабамыз әруақты өте сыйлаған халық, әруаққа бірақ табынбаған деп келеді. Табынбаған, оған құлшылық етпеген деген секілді. Жалпы дәстүрге келетін болсақ, жалпы дәстүр ислам дегеніміз не? Себебі біздің көп ағымға кеткен бауырларымыз дінде бір дәстүрге немесе белгілі бір шекараға бөлігі деген нәрсе жоқ. Дәстүр деген нәрсе ол да дұрыс емес деген секілді. Соны қалай түсіндіріп беруге болады? Дәстүр деген дұрыс емес дейсіз ғой бұл жерде? Иә, жаңа деструктивті ағымдарға кеткен бауырларымыз исламда дәстүрліге, дәстүрлі емеске бөліге болмайды деп айтады. Дәстүрлі және дәстүрлі емеске бөлуге болмайды деп қарайтын болсақ, бұл жерде Абу Ханифаның сөздерімен айқындап беретін болсақ болады. Себебі неге? Бұл мәселеде Абу Ханифа яғни айтады, ол кездегі араб өлкесіне жайылған келген діннің біздің түрік мемлекетіне жайылған уақытымен және уақыт кеңістігімен заманы бөлек дейді. Осы себепті ол былайша түсіндіріп береді. Яғни ислам келген кезінде осы араб түбегінде өмір сүрген халыққа ол сіңісіп кетеді. Жаңағы сияқты өзінің діни нормаларымен, діни қағидаларымен, жаңағы араб мемлекетінде болған, сол заманда ұстанған адамдардың дәстүрі, ол кезде де олардың дәстүрлері болған, яғни араб халықтарының. Ол дәстүрмен сіңісе отырып, харам, халал дегеннің барлығы қабылданады. 18, былайша айтқанда, 18 қабатта бірігіп, жаңағы араб түбегіндегі түсінікпен, мәдениетпен ислам бірігеді. Осы концепцияны енді басқа түрік мемлекеттеріне, басқа жаққа тарау үшін, бейімдеу үшін Абу Ханифа не істейді? Сол замандағы Құранның қағидаларынан аспай, шекарасында сол заманда таралған концепция мен себеп салдарын ала отырып, соны жаңаша уақытпен, жаңаша жергілікті жерге бейімдейді. Яғни сол себепті де ол дәстүрлі деп аталады. Нұржан Ержболатұлы, қойылған сұрақтарға жауап бергеніңізге сізге мыңда бір алғыс. Эфирде болған дін мен дәстүр бағдарламасы амандықта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.